Сәлеметсіз ханшайымдары, егер де үйлеріңізде кішкене қатыңқыраған нан болатын болса, оларды лақтыруға асықпаңыздар. Мен сияқты жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай нандарымызды ұсақтап, кубиктап, яғни төрт бұрышты қылып турап алатын боламыз. Енді олардың үстіне қалауыңызша, яғни дәмдеуіштеріңізді қосасыз. Сіз қандай дәмдеуіштерді ұнатасыз, соларды қоссаңыздар болады. Мен шым-шым тұз салдым және де дәміне қарай паприка салдым. Өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Енді оларды жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап қыздырып алатын боламыз. Содан соң нанымызды салып, осылай жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұрамыз, себебі күйіп кетуі мүмкін. Осылай араластырып тұратын боламыз. Сонымен біздің сухариктеріміз дайын болды. Дүкендегі Флин хрустимдерден ешқандай айырмашылығы жоқ. Жасап көріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.